Сіздер менің қымбатты көрермендерім, бүгін сіздерге мен мынандай асқабақ қосылған сарғыш әдемі шұбанан жасап көрсеткім бар. Бұл бұрынғы апаларымыз да бұны көп жасап жүрген. Міне көріңіздер, сондай жұмсақ әрі тез жасалады. Міне майсыз тағам, сүйкімді тағам. Қазір сіздеріміз оны жасап көрейік. Бұл асқабақтың езбесінен жасалатын құрғақ шелпектерді жасау үшін бізге мынау асқабақтың езбесі керек. 250 грамдай алдық. Оған бір жарты сүт алдық, жарты стакан. Оған мынау көкшепті қосып жіберуіміз керек. Бұл жерде укроптың жарты бауы ғана. Оған мынау аштықпен қосып жібереміз. Құрғақ кішкентай шым-шым су қосамыз. Сосын енді мынау ең бастысы, мына жерде 350 грамм ұн бар. Сол ұнды араластырып, осыған қосып, әдемілеп, қазір жұмсақ қамыр жасауымыз керек. Асқабақтың уақытысы бітіп бара жатыр. Көріңіздер, сондықтан асқабақты өте пайдалы екенін білеміз. Соны жеу керек асқабақты. Енді осыған ұнды біртіндеп қосып, жақсы қамыр үлеп алуымыз керек. Ол жұмсақ болу керек. Майсыз, әдемі нан болады бұл жұқпанан. Керемет. Майлы зиян, май жемейміз, майлы бауырсағы жемейміз дейтіндерге бұға құт болатын әдемі жұқпанан болады. Шелпек деп атасаңыз да болады, жұқпанан десеңіз де болады. Баяғыда шешелеріміз жұқпанан жасайтын ек қойды. Соған енді асқабақтың езбесін, картоптың езбесін, сүзбе, ірімшік қосып жасауға болады. Бүгін тек қана мен асқабақпен жасайын дедім. Қазір көреміз. Міне көкшеп қосылған әдемі жұмсақ қамыр болды. Аяқ жағында 20 миллиграмм сұйық май құйып жібердік. Қолға жазбас үшін, жұмсақ болу үшін. Міне енді осын қазір жылы жерге әдемілеп бір 40 минутқа ма, 1 сағатқа ма қойыңыз. Сосын әдемілеп жұқпананымызды пісіріп аламыз. Ашыды. 9 бөлек шықты, майда-майда. Әдемілеп домалақтап 9 бөлекке бөліп алдық. Енді қазір көшелеп қоямыз да, қамырымызды жая береміз. Керемет жұқпанан болады қазір. Дәмі де керемет, өзі де керемет, сондай әдемі жұқпанан болады. Құда қалса. Құрғақ табаға қызып тұрған екі жағынан қуырып аламыз, май салмай. Май жемейтіндерге де, май жейтіндерге де сондай дәмді болады. Міне, жұқпананды салып жатырмыз. Қақпағын жауып, орташа отта 2 минут тұрады. Әр жағынан, келесі жағынан да сонда 2 минут тұрады. Ол екі ортада дайын болған жұқпанандарыңызға сарымай жақып қойыңыз. Арасы жұмсақ болып, біріне жабыспай керемет болып тұрады. Қараңыз,
Асқабақтың есебінен сап-сары әдемі жұпынан болып жатыр. Баяғыда апаларымыз жасаған осы жұпананды. Сүзбемен жасаған, картоппен жасаған, ол баяғыдан келе жатқан нанның бір түрі ол. Бір жақтан келе салған жоқ. Сол апалар жасаған нан. Сіздер де жасап жүрген шығарсыздар. Мен оны білемін. Ол тез жасалады. Асқабақтың езбесі қап кетсе, кейбір отбасыларда асқабақты онша жегісі келмей қалады. Сондай кезде асқабақты да салып жіберіңіз. Картоптың езбесі келесі күнге қалып кетеді. Оны да рәсуа қылмай осылай картоптың езбесінде салып жіберіңіз. Көбінесе сүзбе қалып кетеді. Сүзбені де салып жіберіңіз оны осылай. Ірімшікте салып жіберіңіз. Дайын таңғы ас болсын, түскі ас болсын, қолыңыз тигенде жұпананның түр-түрін жасауға болады. Міне, дайын болыпты. Келесін осылай жасай беріңіздер. Міне, әдемі сарғыш тартқан жұпанандар дастарханға келді. Бұны көріңіз, міне, арасын орап-орап, арасына көкөніс салып, ет салып, кәдімгідей әдемі донер-монер жасап қойсаңыздар да болады. Міне, жұмсақ сондай жұпанан. Қараңыз, міне кесіп көріп жатырмыз. Сондай дәмді болған. Керемет. Қалай бұрасаңыз да, қалай жесеңіз де, тісі барына да, жоғына да сондай тамаша майсыз тағам болды, сүйкімді тағам. Мен білемін, сіздер бұны күнде жасап жүрсіздер. Үлкеніңізде, кішіңізде бәріңіз жасап жүрсіздер. Мен оны білемін. Бірақ осы менің әдісімде бүгінгі көріңіздер. Ұнаса лайк, комментарий жазыңыздар. Мына қысқы жабылған салатымның бірін қойдым. Немен қосып жесеңіздер, шаймен жесеңіздер де, тағаммен жесеңіздер де жарасады. Ойларыңызды ортаға салыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.